Алматы облысы Балқаш ауданы Бірлік ауылында 2012 жылы балапан бағдарламасы аясында күрделі жөндеуден өтіп, Толғанай балалар бақшасы өз жұмысын бастады. Жоба қуаттылығы 140 балаға арналған. Бүгінде 6 топқа топтастырылып, 140 бала тәрбиеленуде. Бөбекжай балабақшамызда 42 педагогтар мен қызметкерлер штаттық кесте бойынша жұмыс атқарады. Яғни 20 педагог, 22 кіші қызметкерлер жұмыс жасайды. Толғанай бөбекжай балабақшасында педагогикалық құрам оқу-тәрбие үдерісінің үлгілік оқу бағдарламасы мен білім стандартына сәйкес құрылған. Балабақшада заманауи талаптарға сай инновациялық материалдық әдістемелік негіз бар. Балаларды дамытуға барлық жағдай жасалған. Әр баланың жеке қабілеттері мен қажеттіліктерін ескере отырып, бөбекжай балабақшада дамытушылық орталықтар құрылған. Баланың жеке дара тұлға ретінде ойын өсіруде ойын орталығы, зияткерлігін дамытуда кітап білім бұлағы атты орталықтар, еңбекке баулуда, шығармашылығын дамытуда шығармашылық орталығы, Монтессори орталығы, денсаулық бұрышы, табиғат бұрыштары бар. Орталық дидактикалық материалдармен толықтырылған. Тәрбиелеу, білім беру процестерін ұйымдастыруда педагогтар білім беру салаларын кіріктіре отырып, ойын арқылы оқытуды, дамытуды назарда ұстайды. Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу мен оқыту үшін жайлы және қауіпсіз білім беру жағдайларын жасау, баланың даралығы мен субъективтілігін қолдауға бағытталған дамытушы заттық кеңістік ортаны құру. Олардың жас ерекшеліктеріне сәйкес біліктіліктері мен дағдыларын қалыптастыру, мектепке дейінгі білім берудің сабақтастығы мен үздіксіздігі, ұстанымдарын қамтамасыз ету, балалардың физикалық дамуы, коммуникативтік, танымдық, зияткерлік, шығармашылық дағдыларын, зерттеушілік қабілеттерін дамыту болып саналады. Бүгінгі таңдағы бөбекжай балабақшамыздың басты мақсаты мектеп жасына дейінгі тәрбиеленушілеріне халықтық педагогика элементтерін қолдана отырып, әдет-ғұрып, салт-дәстүрімізді дәріптеу, ана тілін таза меңгеріп, оны қастерлеуге тәрбиелеу. Осы бағытта балабақшамызда ұлттық жабдықтармен безендірілген арнайы бөлме жұмыс жасайды. Әрбір ұйымдастырылған іс-шараларда ұлттық құндылықтар насихатталып отырады. Ұлттық тәлім-тәрбиенің басты мақсаты баланы адамгершілікке, бауырмашылдыққа, қайырымдылыққа тәрбиелеу. Дене бітімінің дұрыс қалыптасуын, салауатты өмір салтын насихаттауда денсаулық сақтау технологиясы қолданылады. Спорттық ойындар, эстафеталық жарыстар, ұлттық ойындар жоспарға сәйкес өткізіліп отырады. Баланың эстетикалық талғамын қалыптастыруда, патриоттық тәрбие беруде іс-шаралар өткізіледі. Ата-анамен ынтымақтастық жылдан жылға артуда. Ашық есік күндері және ата-аналар жиналысы, бірлескен іс-шаралар жоспарға сәйкес жүргізіледі. Кеңестер, бейне жарнамалар WhatsApp желісі арқылы таратылады. Ас адамның арқауы демекші, балаларға аспазшылар күнделікті құнарлы да дәмді ас әзірлейді. Балабақшада балалардың денсаулығы мен дене бітімінің дамуын бақылайтын медбике өз жұмысын атқарады. Тәрбие, білім жүйесінде жаңа технологияларды қолдану арқылы баланың білім деңгейін арттыру, шығармашылықпен жұмыс істей отырып, заман талабына сай, оларды жан-жақты, терең білімді, интеллектуалды деңгейі жоғары, жеке тұлғаны тәрбиелеу
әрбір педагогтың міндеті. Нәтижесінде мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың білім беру процесінің барлық қатысушыларының өзара іс-қимылы арқылы бақытты, дені сау, дербес, білуге құмар, тіл табысқыш, сын тұрғысынан ойлайтын баланың толыққанды дамуы үшін жағдай жасауда қазіргі заманғы педагог білім беру тәжірибесінің құндылығы ретінде өзін-өзі дамыту, өз бетімен білім алу, өз мүмкіндіктерін өмірде жүзеге асыруға бағдарлануды қабылдау қажет. Мектепке дейінгі ұйымда білім сапасын арттыру аса маңызды мәселе. Бұл орайда Толғанай бөбекжай балабақшасында педагог тәрбиешілер кәсіби шеберлігін үнемі шыңдап, білімін жетілдіруге жүйелі көңіл бөліп отырады. Туған тілім баба тілім, өз тілім, туған тілім ана тілім, өз тілім, туған тілім дала тілім, өз тілім, туған тілім адам тілім, өз тілім, туған тілім сыла деген жаным бір. Тіл болдың қасиет, жүрегім су балында. Ана тілім бал тілім, өзің бала салқыдым. Өз тілмен аншықап тербелетіп балқыдым. Маманда мақтаным тілім едім, ақпарым. Бірлігімді бүгінгі ана тілім сақтаған.